Балалар, бүгін біздің ашық оқу қызметіміз бастамас бұрын, балалар амандасып алайық, иә? Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіздер. Жарайсыңдар. Бүгінгі біздің ашық оқу қызметімізді бастау үшін бірінші ортаға келіп, шаттық шеңберін айтайық, иә, балалар? Шаттық шеңберімен жылы лебіздерімізді бір-бірімізге білдіреміз, иә? Жарайсыңдар, балалар, өте жақсы. Көтеріліп, жарайсыңдар, балалар. Қане, отыра қоямыз, аялар. Қане, бәріміз орнымызға отырамыз. Орнымызға отырамыз, жарайсыңдар. Балалар, бүгінгі біздің ашық оқу қызметімізді тақырыбын біліп алу үшін біздің бүгінгі ашық оқу қызметіміздің тақырыбы ұлттық киімдер деп аталады. Ұлттық киімдермен жақынырақ танысу үшін балалар біздер көрмеге барамыз. Олай болса, балалар, қане, барлығымыз орнымыздан тұрып, көрмеге қарай жақындаймыз. Көрмеге келеміз. Келе ғой, Нашиппен келе ғой. Берге төлеп аялар. Ол жерде отырмаймыз. Тұрып тұрамыз, балалар, жаңа айттым. Осылай тұрып тұрамыз. Көрмені тамашалаймыз, балалар. Балалар, қазақтың ұлттық киіміне көріп тұрғандай шапан жатады екен. Қазақтың ұлттық киімдері. Шапанды кімдер киеді, балалар? Жарайсыңдар, аталар киеді екен. Және қазақтың ұлттық киіміне ішік жатады екен, және бешпен жатады екен, камзол жатады екен, кәжеке жатады екен. Міне, балалар, қазақтың ұлттық киіміне шапан, оны үлкен аталарымыз киген, тойларда, үлкен жиындарда киетін болған. Оларды қымбат мақпал матадан тігіп, қазақша ою-өрнектермен әшекейлейтін болған, балалар. Аналарымыз, аталарымыз, әжелеріміз үлкен ақ шаулық тағатын болған басына. Қазақ атамыз бас киімді аса қадірлейтін болған. Қазақтың ұлттық бас киіміне шапанмен киетін бөрік, тымақ, тақия, сәукеле, міне осылардың барлығы қазақтың ұлттық киіміне жатады екен. Балалар, міне сіздер де сияқты балалар мынандай қазақтың ұлттық киімін киеді екен. Тойларда, жиындарда киеді екен. Міне, балалар, қараңдар, міне сәукеле деп аталады. Сәукелені апалар киеді, дұрыс айтасың. Сәукеленің басына үкі тағады екен. Үкі біздерде өте қадірлі құс болғандықтан, оның қанатын сәукелеге тағып, кішкентай сәби нәрестенің бесігіне тағып, тіл көзден сақтасын деп қазақ атамыз үкіні қастерлейтін болған. Міне, балалар, осымен біздер қазақтың ұлттық киімдерімен таныстық. Олай болса, балалар, енді тобымызға оралайық. Тобымызға оралып, орнымызға бара қояйық. Жүр, орнымызға. Жейсіңдер таза. Тобымызға оралайық, орнымызға. Жарайсыңдар, балалар. Енді, балалар, тыныш отырайық. Балалар, қазақтың ұлттық киіміне, бер қарай тақтаға қарай қойыңдар. Қазақтың ұлттық киіміне не жатады екен? Шапан, жарайсың. Сосын? Тақия, бөрік, сосын? Сәукеле. Міне әжелеріміз кимешек киген, бешпен киген, және қосетек көйлек киген екен. Міне, балалар, міне шапан, әжелеріміз киген кимешектері, жарайсыңдар, балалар. Балалар, бүгінгі біздің ашық оқу қызметімізді одан әрі жалғастыру үшін мен бүгін балабақша жәшігінен хат тауып алдым. Ол хаттың ішінде әжеден хат келіпті біздерге. Менің балабақшадағы балаларым маған көмектесе ме депті. Атайдың шапанның оюы түсіп қалыпты, әжейдің камзолының оюы түсіп қалған екен, балалар. Балалар, әжейге атайға көмектесеміз бе? Иә! Балалар, мынау не? Камзол. Шапан жақсылар. Міне, шапанның бірінші артқы бөлігін жапсырамыз,
Сосын екі алдыңғы бөлігін жапсырамыз балалар. Қарап отырып, мұқият тыңдап алып, қазір сендерге жұмыс беріп тапсырма, соны осылай орындаймыз. Міне балалар, қараңдаршы, міне шапанның артқы бөлігін жапсырдық, енді алдыңғы екі бөлігін жапсырамыз. Міне шапанның алдыңғы екі бөлігін жапсырдық, енді осы шапанды әдемі ою өрнектермен әшекейлейміз. Апа, сенікі үлкен екен ғой? Біздікі. Тыныш отырамыз. Міне балалар, екінші міне қажекейдің шапсырмасын дайындалатырмыз, иә? Мынау атайдың шапаны, енді әжейдің қажекейін дайындаймыз балалар. Қараңдар. Міне бірінші артқы бөлігін жапсырдық, енді алдыңғы екі бөлігін жапсырамыз. Мұқият қарап аламыз. Қазір сендерге жапсырмалар берем, дәл осылай жапсырамыз, иә балалар? Міне, енді міне қажекейіміз дайын болды. Енді осы қажекейді тағы да ою өрнектермен әшекейлейтін боламыз. Міне балалар. Дайын болып көрдіңдер ме? Міне атайдың шапаны мен әжейдің қажекейін біздер жапсырмасын дайындадық, иә балалар? Олай болса, енді сендерге жапсырмаларын берем, сендер өздерің жапсырасыңдар. Мен көк түстілерге шапан берем. Көк түсті асық таңдаған балаларға көк шапан. Балалар, бүгін біз атайға шапан және әжейге қандай киім дайындадық? Қажекей дайындадық, иә? Оларды ұлттық ою өрнектермен әшекейледік, иә? Жарайсыңдар балалар. Олай болса балалар, әжей сендерге рахметін айтады, иә? Осы жапсырмалардың бәрін әжейге апарып беретін боламын, иә? Жарайсыңдар балалар. Олай болса, балалар барлығымыз шаршадық па? Шаршадыңдар ма? Олай болса, ортаға шығып, бәріміз ортаға шығып, ортаға шығып, ортаға тұра ғой, әжей ортаға тұра ғой. Балалар, ортаға тұр, әжей тұра ғой. Мына жерге тұршы, шеңбер болып тұршы, шеңбер болып тұр. Шеңбер болып тұр. Балалар, біздер бүгін әжейдің хатында жазған шапан мен қажекейді әсемдедік, иә, әшекейледік. Олай болса, балалар, барлығымыздың әжеміз бар ма, балалар, үйде? Иә! Жарайсыңдар, балалар, барлығымыз әжемізді жақсы көреміз бе? Иә! Олай болса, балалар, біздің балаларымыздың әжейге арналған тақпақтары бар екен. Аружан, тақпағыңды айтаушы, ортаға шығып. Менің әжем ағашым, омен қызға бағажым, ертек айтып берер тағы деп. Өте жақсы, жарайсың. Жанерке әжеңе арналған тақпағыңды айта ғой. Әжем менің әлі құсан айды кәріге шай қайнап береді, қажет болса бәріне. Өте жақсы, Жанерке. Енді Төлебай ала тақпағыңды айта ғой, әжеңе арналған. Сағындым. Сағындым әже өзіңді, елімді, көзіңді, ертегіңді сағындым, құлыным деген сөзіңді. Жарайсыңдар балалар. Енді шеңбер болып тұрып, бұлай болса, біздер қазақтың ұлттық өлеңі, биі, қара жорғаны билеп, бойымызды бір серпілтіп. Бәріміз экранға қарайық. Бәріміз экранға қараймыз. Экранға қарай ғой. Аспай. Тыныш. Қой.
орнымызға отырайық, отырайық. Мына жерде орындарында отыра қояйық. Тамақ ше. Апай тамақ ше. Tamam, kafayı sana. Жақсы. Балалар, мен Паша баламын, балалар. Мен сіздерге қонаққа келдім. Мен кіммін, балалар? Паша бала. Паша балам. Сіздермен танысқаныма өте қуаныштымын, балалар. Мен сендермен ойын ойнағым келіп тұр, балалар. Сендер білесіңдер ме? Қазақтың ұлттық ойындары. Қандай ойындар бар? Айтайықшы, балалар, қанеке. Қандай ұлттық ойын білесіңдер? Асық ату. Сосын. Айтамыз. Көкпар, сосын арқан, дартыс. Тағы да қандай ойын білеміз, балалар? Тақия тастамақ, сосын қан талапай. Жақсы, балалар. Олай болса, мен сендермен бүгін қан талапай ұлттық ойын ойнағым келіп тұр. Ойнаймыз ба, балалар? Жарайды, онда маған, балалар, тек қана сіздердің ішіңізден жігіттер керек. Жігіттер шыға қойшы ортаға, келіңдер. Тек қана жігіттер қан талапай ойын ойнаймыз. Келе қойыңдар. Қазір жігіттер ортаға тұрайық, дөңгеленіп тұрайық. Дөңгеленіп, шеңбер құрып тұрамыз. Мен сіздерге қоржын беремін. Қоржын беремін. Балалар, не беріп жатырмын сіздерге? Не мынау? Қоржын. Қазір оған біз не саламыз? Асықтарын саламыз, балалар. Қан талапай ойыны ұлттық ойын екен. Ол ежелден келе жатқан ойын. Қазір мен сендерге ойынның шартымен таныстырамын. Балалар, мұқият тыңдаймыз. Жарай ма? Ойынға белсенді қатысамыз. Қанеке, балалар, барлығымыз тұрайық. Шеңбер болып, ұстамаймыз. Менің қолымда нелер балалар? Асықтар. Жарайсыңдар. Енді қан талапай ойынында бірінші мен, балалар, асықты шашып жүремін. Сендер сол асықты тез-тез не істеуіңіз керек? Жинап алуыңыз керек. Жинап аласыз. Сосын кім, қай бала көп асықты жинап алса, сол бала көбірек не істейді? Асықты атады. Соның ішінде, осы асықтардың ішінде бір қанның асығы бар. Қан асығы бар. Сол оның түсі қызыл. Сол асықты тауып алған бала ең бірінші атады. Ең бірінші ол атады. Түсінікті ма? Ал кеттік. Қан талапай. Жинаймыз. Қоржынымызға саламыз, балалар. Қоржынымызға саламыз. Қан талапай. Қанның асығы кім тауып алады? Сол. Көпшілеміз, балалар, көп. Алып кеттік, жинатындарына салып, орындарына салыңдар. Апай асығандай. Көп жинау керек қой, көп жинау керек. Тез-тез саламыз. Шеңбер болып тұраған. Саламыз, тез ішіне сал. Асыққандай. Кімде, балалар? Қызыл асық кімде? Қан асығы кімде? Қарай, қан асығы Жанболатта екен. Ал енді шеңбер болып тұрайық, мойныңда тұрайық. Жанболатта екен. Жанболат мергендікпен алып алыпты. Ішіне сал. Жанболат салыстап атады екен. Енді бірінші балалар, жаңа бізде Жанболат қан асығын тауып алды. Ал енді Бір-бірден асық тізейік. бір-бірден асық тігейікші мына жерге, бір-бірден асық тігіңдер. Бір-бірден асық шығарыңдар, тігің сосын сызықтың бойына. Шығар, бір асық шығар.
біраз шығар. Жақта жүрмейміз. Келіңіз. Тез-тез тігейік. Кім әкелер? Біраз Olmadı. аз олжас. Тез-тез әкел, тез бере қойды. Аз болып қалды. Тағы да. Жамбылат басып. Аздырсын. Жақсы, жарайды, ал кеттік. Ал бастаймыз ал. Косой. Қазір. Қазір. Жамбылат. Ал жамбылат бастаймыз. Кішкене ал. Жарайсың, өте жақсы. Жамбылат мерген екен. Салып қой өзіңе. Ал енді келесі. Олжас атауы. Мергенде тұрамыз. Атамыз. Жарайсың, жақсы. Қойшыңа салып келесі. Мейрамбек. Атауы. Ой, Мейрамбек. Енді мен мына жерде ойны шартына қалай. Кім аталмай қалса, Мейрамбекке бір сұрақ қояды. Мейрамбек, біздің елбасымыздың аты жөні кім? Кім балалар, көмектесеңізші, біздің елбасымыздың аты жөні кім? Нұрсұлтан Жарайсың, көмектесің, жарайсың. Жақсы, келесі кел. Райымбекке атамыз. Райымбек, асығын алшы. Кедергі бермейміз балалар. Жарайсың, екі асық. Жоқ, кім етады? Алихан, кезекпен. Кішкене аттық. Жарайсың, Алихан, жақсы. Жабот, қайттан. Тағы бір рет атауы. Жақшы. Олжас атауы. Жарайсың. Бексұлтан, шеш. Ал, атауы, Бексұлтан. Жарайсың, жақсы. Балалар, сендерге ойын ұнады ма? Ұнады ма ойын? Жақсы, балалар. Ойынды жақсы ойнадыңдар, балалар. Жарайды. Енді. Олжас. Орныңыз ба? Орныңыз отыра қояйық. Болды, жарайды. Жарайсың, өте жақсы. Балаларыңыз білімді, мерген екен. Орныңызға отырамыз, балалар, орныңызға. Тез, орныңызға отырамыз. Орныңызға отырамыз. Апай, тамақ ше. Тамақ. Балалар, бүгін мен сендерге келгеніме өкініп тұрған жоқпын. Сендердің балабақшаларың өте әдемі екен. Сендер өте білімді екенсіңдер, мерген екенсіңдер, тапқыр екенсіңдер, балалар. Олай болса, қош сау болыңдар. Мен басқа балабақшаға барайын. Сау болыңдар, балалар. Сау болыңдар. Балдар, бүгін біздер көрмеге барып, әжейдің камзолын жапсырып бергендерің үшін әжей сендерге алғысын білдіріп жатыр. Сондықтан әжей сендерге өзінің қолдан жасаған құртын беріп жіберді. Оқу қызметіне өте жақсы қатысқандарың үшін сіздерге әжейдің беріп жіберген өзінің жасаған құрты. Жарайсыңдар, балалар. Ашық оқу қызметіне өте жақсы қатысқандарың үшін сендерді мадақтаймын.